Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен ерекше компот дайындайтын боламыз. Ең алдымен жеміс-жидектерімізді жуып, тазалап кептіріп алатын боламыз. Мұнда қара өрік, алма, сары өрік, шие, апельсин мен лимон бар. Енді осыларды пакетке салып қатырып алатын боламыз. Міне біздің жеміс-жидектеріміз толықтай қатырылды. Видеода көрсетіліп тұрғандай, жеміс-жидектердің барлығы қатқанмен бір-біріне қатты жабыспайды. Сол себепті қорықпай жеміс-жидектеріңізді қатыра берсеңіздер болады. Енді бұл жемістерімізді арнайы осындай пакеттерге салып шығатын боламыз. Ең алдымен қара өріктің 4-5 бөлігін саламыз. Кейін мына жерде тұрған жеміс-жидектердің барлығын кезектен салып шығатын боламыз. Бұл жерде көз мөлшерімен салып жатырмын. Қатып қалған ешқандай қағида жоқ. Сол себепті өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Енді ішінде ауа қалмайтындай етіп, аузын жақсылап бекітіп аламыз. Негізі жеміс-жидектеріңізді жуып, тазалап, кептіріп болғаннан кейін сразу осындай арнайы пакеттерге салып, морозилькеге қатырып қойсаңыздар болады. Морозилькеге салған кезде морозилькінің тегіс жеріне қойыңыздар, себебі сол жеміс-жидектеріңіз езіліп кетуі мүмкін. Көріп тұрғандарыңызда мен жеміс-жидектерді қатырып, одан кейін барып арнайы пакеттерге салдым. Бұған тек жеміс-жидектерді ғана емес, миятаны да қосаңыздар болады. Миятаны да жуып, тазалап, осылай морозилькеде сақтасаңыздар, біраз уақытқа дейін сақталады. Неге біздің сместеріміз дайын болды. Енді осыны кез келген уақытта алып, қайнатып, компот жасасаңыздар болады. Жаңа айтып өткенімде, кез келген уақытта морозилькеден шығарып, оны салып, үстіне су құйып, қайнатып алсаңыздар, компот дайын болып шығады. Бір пакет смеске біз 2,5 немесе 3 литр су құятын боламыз. Қайнағаннан кейін үстіне 200 грамм қант қосатын боламыз. Егер компоттарыңыздың тәтті болғанын қалайтын болсаңыздар, 250 немесе 300 грамм қант қоссаңыздар болады. Қант қосқаннан кейін тағы 15-20 минуттай қайнатып алатын боламыз. Қайнағаннан кейін оны толықтай суытып, сүзгінің көмегімен барлығын сүзіп алатын боламыз. Осымен біздің компотымыз дайын болды. Қыста да қайнатып іше бересіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған сымбат.